Қайырлы күн, қалдарыңыз қалай? Менің YouTube парақшама жаңадан қосылып жатқан оқырмандар, қош келдіңіздер. Парақшама жазылып алыңыздар. Алла қаласа, әлі де сіздерге талай жаңа пайдалы болатыныма сенімдімін. Мен қазір сіздермен мынандай бір керемет нәрсені бөліскім келіп отыр. Жалпы менің өмірімді өзгерткен бірнеше ғана техника бар. Яғни менің өмірімді өзгерте алса, ол сіздің де өміріңізді өзгертеді негізінде. Және ол ешқандай да қиын емес. Мен ең бірінші өзгерткен ол деген Роберт Кийосакидің кітабы. Яғни ол адамның өмірінде актив, пассив деген нәрсе бар. Егер де адамдар активке салса, оның несі жаңағы тапқан табысының бәрі сонымен қарай кетіп қалады. Ал егер пассивке салса, оған үнемі ақша түсіп отырады деген кәдімгі өзінің сондай денежный квадрант деген ба, қателеспесем сондай кітап болған. Сол кітапты оқып, мен өмірімде алғаш рет Дубай қаласынан өзімізге не сатып алдық? Актив сатып алдық. Актив дегенде акция сатып алдық. Акция сатып алдық, сол акциядан үнемі түсіп тұрады деп солай не сатып алдық. Қазір Аллаға шүкір, бізде бір емес екі акциямыз бар. Және әр компанияда жаңағы бірнешеге жуық сол жаңағы соның арқасында бізде акциялар бар. Ол акциялар енді Алла қаласа болашақтың еншісінде ақшаға айналады. Ақшаға айналған кезде ол бірнеше жаңағы есеге айналады. Бұл мен сол жаңағы кітапты оқып, сол кітапқа қарап әрекет еткен амалым бұл. Сол секілді мынандай нәрсе бар тағы да. Мен жаңағы нені сериалға қарап, мен ол туралы осы неде айтқанмын, YouTube парақшамда бар, сериалға қарап армандап Сингапурға Тони Роббинстің несіне барып келгенмін. Ол кезде қандай техника жұмыс жасады? Ол кезде визуализация деген техника жұмыс жасапты. Мен, оказывается, ана ерлі зайыптылардың жаңағы Сингапурға барып, индийский кино ғой сериал, сонда сол жаңағы сол елге барып, көріп, соны қандай әдемі деп, сол ощущение бар ғой, сезімді олар жеткізе алды. Мен сол сезімді өзім бойымнан өткізіп, мен де соны көрсем екен, мен де соған барсам екен деген секілді сондай өзіме сондай бір не пайда болды, арман пайда болды. Сосын жаңағы күйеуімнің жұмысына байланысты көшіп қонып жүріп, мен психология кітап оқып, психологияға келдім. В общем, қолыма случайно психологияның кітабы түсіп қалды. И сол кезде мен сол кітапты оқыған кезімде, мен негізінде психолог болатын адам екенмін ғой деп, мен содан бастап кітаптар оқып кеттім. И сол кезде менде жаңағы екінші арман пайда болды. Мен мықты бір спикердің сабағына офлайн қатысқым келеді деген арманы пайда болды. И осы екі арманды тоғыстырған осы Сингапур елі болды. Сингапурда Тони Роббинстің деген секілді. Одан кейін тағы да бір жасаған жаңағы техника, ол ыстық шоқты басу. Ыстық шоқты басу кезінде бұл жерде қандай техника болды? Бұл жерде миды сендіру. Яғни біз сол кезде жаңа Тони Роббинстің несін семинарында бізде 1 сағат бойы Тони жаңағы несін түсіндірді, мына ыстық шоқты қалай басып өтетін. Сол кезде біздің миымызға сендіргені соншалық жасыл шөп деп басып өтетін болсаң, ыстық шоқтың үстінен де аяғыңды күйдірмей өте алатынымызды бізге сол кезде не істеді, түсіндірді. И біз шынымен де сол жаңағы біз сол кезде 12 мың, қателеспесем 12-13 мың адам болдық сол неде семинарда. И сосын өте көп адам болғаннан кейін очередьпен бір 5-6 дорожка болды, шоқ төселген. Сол дорожкадан өту үшін очередьке тұрдық деген секілді. Кезекке сол кезде мен кезегім келгенде, мен содан өттім ғой. Өтіп бара жатқан кезімде мынандай болды. Бастапқыда қорықтым. Ыстық шоқ дедім. Біз көзбен миға сигнал береміз. Ыстық шоқ дедім. И содан кейін ақырын қайтадан жаңағы бізге үйреткен сабақтардың бәрі қайтадан есіме түсті дағыны. Мен естедім, жасыл шөп, бұл жасыл шөп дедім дағыны. Шоққа қараған жоқпын. Шоққа қарамай, алдыға қарай ғана не қылдым да, алдыма қарай бағыттадым дағыны. Жасыл шөп деп жалаң аяқ жаңағы нені басып өттім. Содан кейін барып мен аяғыма өте салысымен суық суды аяғыма құйып жіберді. И сосын вообще аяғым сол күйген жоқ. Тура сол жерден менімен бірге бір әйел болды. Ол әйел дәл солайынан келген, мен секілді, сосын ыстық шоқты көргеннен кейін тура жаңа мен секілді моментально жаңа ұмытып қалады дағыны. Ол сразу ыстық шоқ деп өтіп кеткен. Ана жерден сөйтсе табандар күйіп қалған. Көрдіңіз бе? Сонда біздің миымыз қандай екені, біз миымызды осылайынан алдай алады екенбіз. Біз миымызға ыстық шоқты көріп тұрсақ та,
жасыл шөп десек, және оны мен мысалға мен қандай не жасадым, мен ана шоққа қараған жоқпын. Бастапқыда көрдім шоқты, бірақ өтіп бара жатқан кезде қараған жоқпын да. Мен жасыл шөп деп өтіп кеттім. Ал мына осы жерде бір нәрсені айтқым келеді. Біз Қытайға барған кезде анандай шишаның үстінен өттік, әйнектің үстінен өттік та. Енді қанша метр екенін білмеймін, қаншалықты метр биікте тұрған, өте биік болды. Содан біз жүріп өттік. Сол кезде жүріп өткен кезде менде өте қатты қорқыныш болды. Сонда сол қорқыныш тура жаңағындай қорқыныш екен, қазір есіме түсіп отырса. Өйткені ана әйнектен біз жерді көріп тұрмыз, қаншалықты биіктікте тұрғаны көріп тұрмыз. Соны көріп тұрып, еще біз миымызға айтамыз ғой, қазір мына жерде бірдеңке болып құлап қалсақ ше, мынау деген қаншама биіктік, мынадан адам өледі ғой деген қорқынышпен мен ана әйнектің үстінен әрең дегенде өттім. Ал менің қасымда балаларым болды, ол күйеуім болды, в общем, олар одан спокойно өтті да. Өйткені олар жаңағы миларын сендіре алды. Бұл бәрібір де құламайды, бұл неше жылдан бері тұрған нәрсе, бұл құламайды, мен спокойно жүре аламын деген секілді. Ал мен қазір соны не істеп отырмын? Яғни біз не істейміз? Біз миды қорқынышқа сендіріп тастаймыз ба? И біз шынымен де сол қорқыныш бізді жаңағы билеп алады дағыны, сосын мүмкіндік бермейді. Ал егер де біз сол қорқынышты, жоқ, бұл қорқыныш емес, бұл ешқандай қорқыныш жоқ бұл жерде, жаңағындай да, ыстық шоқ емес, бұл жасыл шөп деген секілді біз миымызды сендіріп алсақ, ондай жерден де өте алады екенбіз. Сондықтан осы нәрсе бұл өте күшті техника, яғни барлығы біздің миымызға байланысты. Біз миымызды қалай сендіреміз? Мен дәл осы нәрсені TikTokта да жүргіземін. Дәл осындай немен ақпаратпен, именно миды сендіру деген. Сол кезде мен мынандай нәрсе айтатынмын. Ақша жоқ дей берсе, адам шынымен де оның өмірінде ақша жоқ болады. Неге? Себебі ми соған сеніп қалады да. Ақша жоқ. Я, ақша жоқ. Ми соған сеніп қалады. Ал енді соның орнына, ақша жоқ дегеннің орнына, менде ақша бар. Маған ақша келеді. Маған Алла тағала ақшаны береді. Мен ақша тауып жатырмын. Шындығында да ақша тауып жатсыз негізінде. Несіне келетін болсаңыз, шындығында ақша тауып жатсыз, шындығында сізге ақшалар келіп жатыр. Бірақ сіздің миыңыздағы ақша жоқ деген сол сізді сендіріп тастаған, содан кейін келіп атқан ақшаның өзі сізге как будто жоқ, уже анау анаған кетеді, бітті, жоқ. Қолыңызда тұрса да уже жоқ деп есептеп аласыз. Көрдіңіз бе? Сондықтан осы жаңағы миды сендіру деген техниканы да Алла қаласа ашып бір не қылып видео қылып шығарып қоярмын. Одан кейін менің өмірімді өзгерткен осы ер мен әйел қарым-қатынасындағы менің өзімнің жаңағы зато техникасы, мен оны зато техникасы деген жоқпын. Мен сол кезде өзім отбасында өте қиын жағдайда болдық. Именно жаңағы күйеумен қарым-қатынасымда біз барлық нәрсені қиындаттық. Үйімізде үнемі ұрыс-керіс болды. Әр кез жаңағы сол ұрыс-керістің аяғында мен жылап қалатынмын. Қаншама түндерім жылаумен өтті. Арасында күйеуімнің қатты ашуына тиіп бара жатсам, қолын көтеріп қалған да кездер болды. Бұның барлығы мен тығырыққа тіреді. Содан мен ойландым, бұлай арғай жалғасу мүмкін емес, мен бірдеңе жасау керекпін деп сөйтіп жүрген кезде Алла тағала менің ойыма салды сондай бір техниканы. Ол деген нәрсе жаңағы күйеуімнің, яғни мен жаман жағын бәрін істеп алғанмын ғой. Күйеуімнің негізі барлық адамның жақсы жағы да бар, жаман жағы да бар. Тура сол секілді мен сол моментте неге ұрыса беремін, сөйтсем мен сол кезде тек қана жаман жағын бәрін тізіп алғанмын. Сосын каждый раз контакт болған кезде күйеумен, әйтеуір қандай байланыс болсын, сондай байланысты мендегі миымдағы күйеу туралы образ дейді ғой, мысалы картина бар секілді, сол картинаның қасында ол ұрса береді, ол түйме дейді түйедей қылады, ол жаман, ол қазір тағы ұрысып кетсе деген секілді. Яғни соның жаман дегенде маған ұнамайтын қасиеттерін тізіп аламын. Сосын әркез отношения жасаған кезде осы ұнамайтын қасиеттерге қарай мен әрекет жасаймын, чтобы соларды шығару үшін да. Ал одан кейін мен соны түсіндім, мен күйеуім негізінде жақсы адам екенін, өйткені Алла тағала адамның барлығында жақсы жағында, жаман жағында бірдей қылып жаратады. Өйткені идеальный адам жоқ деген секілді. Сосын мен соның бәрін тауып алып, сол жақсы жақтарын бәрін тізіп алып, әркез жаңағындай контактіге болған сайын мен сол жақсы жақтарын ғана айтып отырып, мысалы сондай да техника жасадым. Аллаға сансыз шүкірліктер айтамын. Қазір сол нәрсені жасағаннан кейін мен осында тоже
өмірімде бір-ақ рет қолдандым осы техниканы да. Аллаға сансыз шүкірліктер айтамын. Қазір содан бері 6 жылға айналайын деді. Менің өмірімде қазір сыйластық, Аллаға шүкір. Жаңағындай ұрыс керіс деген до и после деген секілді оның барлығы артта қалып қалды. Қазір мүлдем басқаша өмірде сүріп жатырмыз, Аллаға шүкір дейін. Енді одан кейін тағы да сол жаңағы техника менің өмірімді өзгерткен осы айна техникасы. Айна техникасын мен осы арнайы бір немен жаңа өмірімде бір-ақ рет қолданып деп жазып мен неге шығарып қойдым. Оны өздеріңіз көрген боларсыздар. Сол жерге кішкене тағы қосымша айта кетейін. Мен сол айна техникасын жасағанға дейін негізінде мен өте жаңағы ұяң, өз ойымды адамдарға жете салмайтын, кішкене менің ана неме жаңағы намысыма тиетін, немесе в общем менің бетімді қайтаратын бірдеңкелер менің адресіме естіп қалсам, сразу моментально менде мына жеріме өксіп келіп жылап қалатын, мысалы да сондай адам болдым, ойымды жете салмайтын деп оның бәрін айттым. Бірақ осы техниканы жасағаннан кейін мен шынымен де жаңағы блогты жүргізіп кеттім да. Бірақ мен алдыңғы неде айттым, мен одан бөлек блокнотпен жұмыс жасадым, одан бөлек жаңағы медитациямен жұмыс жасадым. Кейін бәрін есіме түсіріп отырсам, оказывается, мен ең бірінші айна техникасымен жұмыс жасағам. Ал блокнот, медитация дегендер уже дополнительно, уже кейінгі жасаған техникалар екен да. Мен сол нәрсені кейін барлығын уже еске түсірген кезінде мен солай түсіндім. Сосын мынандай нәрсені айтады көп адам, айнаға көп қарауға болмайды, бір сондай түсініктер бар. Одан кейін жаңағы айнаға өтіп көп қараса, ол жаңағы неше түрлі жын бірдеңкелерді айтып кетеді. Ол негізі біздің дінімізге қарсы деп те айтатындар бар. Негізінде мен бұл жерде айнаға мысалға да бір дінге қарсы деген секілді нәрсе емес. Мен просто техника ретінде ғана жасадым. Техника болғанда мен өзіме былайша айтқан кезде проработка, терапия жасағам. Мен қалай осыдан кейін менің өмірім өзгеріп кетті. Себебі менің неге жаңағындай кез келген ситуацияда жылағым кеп қалады, неге мен бір ойымды жеткізейін десем, басқа адамдар олар не дейді, анау бірдеңе дейді шығар, мынау бірдеңе дейді шығар деген секілді сондай ойлар болатын еді ғой. Неге олай болды? Себебі мен кішкентай кезімде 5-6 жасымда сондай бір ситуациядан мен сол 5-6 жасар Жазира қалып қалған менің ішімде. Содан кейін сол мен жасым 35-ке келем дегенше сол 5-6 жасар Жазира сондай ұқсас ситуацияларда сол атып шығаттағыны сол не істейді ғой, жаңағы шешім қабылдайды ғой. Сонда мен кішкентай баланың шешімін қабылдайтын болып тұрмын ғой. Кішкентай баланың мысалға да бір затты ала алмаса, бір затқа қол жетпесе не істейді балалар? Жылап қалады ғой. Вот қазіргі таңда да ересек адам егерде жылап қалатын болса, дәл сондай ситуацияға байланысты сол кішкентай жаңағы ішіңізде кішкентаймен атып шығып отырады да, тура ұқсас ситуацияларда атып шығып отырады да. Өйткені олмен жұмыс жасалынған жоқ. Сол кішкентай қызды былайша айтқан кезінде жұмыс жасау арқылы ол қалып қалды, и сосын ол әркез атып шығып отырады. Сондықтан жаңағы мен бара ғой. Сосын мен мынандай нәрсені содан кейін менің өмірімде сол жаңағы именно кішкентай қызды мен сол жаңағы терапия жасағам. Өз-өзімен айнаға қарап отырғанда, мен айнаға қарап бірінші өзімнің дәл осы қалпымды қабылдадым. Мені Алла Тағала осылай жаратты, мен осылай болу керекпін. Мен жаңағы егерде бір жерім сәл басқаша болатын болса, мен бұндай адам болмайтын едім. Мен бір сәл жаңағы бетімде болсын, жаңа денемде болсын, кішкене бір өзгерістер болса, мен бұндай адам болмайтын едім. Ал маған мен осындай адам болғаным ұнап тұр да, мысалға да. Неге ұнап тұр? Себебі мен қолымнан қаласам жасай аламын, қолымнан кез келген нәрсені істей аламын, келеді деген сөзім ғой. Яғни мен осы қалпымды өзімнің дәл осындай қалпымды қабылдай алдым. Содан қабылдай алғаннан кейін сол жаңағы нәрсе, мен көзімді жұмып отырып сондай нәрсені жасадым. И сол кезде мен кішкентай қызды көре алдым. Еще мен оның алдында мынандай сұрақ қой, мен неге өзімді кез келген ситуацияда кішкентай қыз сияқты көріп қала берем деген сұрақпен не істедім, солай жасадым. И соның есесінде көрдім да. Ал енді осыдан айнадан қорқатын болсаңыз, немесе бұндайды мен что-то түсінбей жатырмын, қалай істеймін дейтін болсаңыз, сіз просто алыңыздағыны блокнотқа жазыңыз. Ешкім жоқ, тыныш отырған кезде алдыңызға жазыңыз. Мен мысалға, маған қазір талай қыздар
жазады. Күйеуім бірдеңе айтса жылап қаламын, немесе мен жаңағы күйеуіме жаман аттымын, ол мені как будто жек көретін сияқты неше түрлі нәрсені жасайды, немесе мен неге қарызға кіре беремін, немесе мен неге үнемі жаңағы ақшам бар болып тұрса да жоқ секілді көремін деген секілді кез келген запросыңызды аласыз, жазасыз, и жазасыз дағыны, сосын уже сұрақтарды уже дальше өзіңізге неге осындай жауап шығады, бір жауап шығады, жазасыз дағыны, а неге ондай болды, тағы жауап шығады, а неге ондай деп, общем сондай сұрақтарды қойып не істеп отырсаңыз, уже бір моментте сізге дәл сол нәрсенің ар жағындағы бір жауап келеді. Ал егер де бұлардың мен айтқанның барлығында жасай алмай маған үйретіңізші өзіңіз дейтін болсаңыз, онда маған жеке қабылдауға жазылыңыз. Жеке қабылдау менде екі түрі бар. Біреуі разбор, яғни талдау, сіздің дәл осы ситуацияда жүргеніңізге талдау жасаймыз. Ал екіншісі кәдімгі терапия. Терапияда уже сізді көзіңізді жұмғыз қойып отырып, жаңағы мен өзім жасаған нәрсені сізге жасайтын боламыз. Сондықтан мен өзімнің қазір айтқан бір 4-5 техника екен өмірімде жасап, мен өз өмірімді өзгерте алған. Мен соның барлығын сіздерге тізіп айтып бердім. Алла қаласа әрқайсысына тағы да жеке-жеке видео түсіруге тырысамын. Алла сәтін салса, сіздерге рахмет мен соңына шейін тыңдағандарыңыз. Егер де сізге жаңағы консультация керек болса, менде консультация тегін. Осы видеоның астында WhatsApp болады, және менің Instagram парақшам, TikTok, қажет болса TikTokта парақшаларымды тіркеп қоятын боламын. Одан кейін жаңағы сізге ұнап жатса бөлісуді ұмытпаңыз, және парақшама тіркеліп қойыңыз. Ал осы алған ақпараттарды Аллахым сізге хайырлы етсін, нәсіп етсін.